Жылан мен тышқан. Ертеде кішкентай тышқан болыпты. Ол өзіне азық теріп, дән жинап, ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мынан жаман қорқып, көп шығаруға батпай, ақыл сұрай. Өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды тышқандар жиылысып отырып кеңесін айтыпты. Көршілерім, көмектесіңдерші. Інімде жылан жатыр. Оны қалай қуып жіберсем болады? Ол сондай үлкен, қорқынышты. Сен ол інді тастап, өзге ін қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес, бірақ оған қылар еш айла жоқ. Оған тиіп не қыласың? Мазасын ала берсең, өзіңді жеп қояды, оған ештеңе қыла алмайсың. Тышқан бейшара қайғырса да үндемей қойыпты. Бірақ қалай кегін алуды ойлайды. Бір күні сейілдеп келе жатса, інінің аузында жыланның күн шуақта жылынып жатқанын көріпті. Жанында бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып оның мұрнын тістеп алып, жыланға қарай тұра қашыпты. Кісі оянып тұра қуады. Қараса, алдында жатқан жыланды көреді. Тышқаннан мұның зияны көбірек болған соң, кісі жыланды өлтіруге алданып қалыпты да, тышқанды қоя беріпті. Сөйтіп кегі қайтқан тышқан өз ініне риза болып келіп тұрыпты. Әжемнің ертегі каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Бұл біз үшін үлкен қуаныш.